бір жасағаннан шығатын. Дәмі де түрі де өте әдемі болып көрінетін, ауызда еритін сметаник тортын жасағыларыңыз келсе, онда менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең әуелі електен өткізілген ұнымызға сары майымызды осылай ұсақтап турап, үстінен разрыхлителімізді қосып, яғни қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұн мен майды жақсылап бір-бірінен крошка жасап аламыз, және де сол сәтте үстінен қантымызды салып, жақсылап осылай қолдың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі крошка пайда болу керек бізде. Егер сізге менің видеом ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіз, және де комментарийға өз ойыңызды білдіре кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Дәл осылай қолымызбен крошка істеп болғаннан соң, үстінен бір жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Егер жұмыртқаларыңыз кішкентай болатын болса, онда 2 жұмыртқа салуға болады. Осылай жұмыртқамызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамыр өте тығыз қамыр болады. Бір-біріне бірігіп тұратын кәдімгі бауырсақтың немесе еттің қамыры сияқты иленбейді. Өте песочный бір ерекше қамыр болып шығады қамырымыз. Одан қорықпаңыздар. Қамырларыңыз бірікпей жатса, қолдың көмегімен жақсылап біріктіріп алыңыздар. Мінекей, енді тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоятын боламыз. Пищевой пакетпен немесе осындай пакетке салып, жарты сағат тоңазытқышта тұрады. Оған дейін біз ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Қаймағымызға 20%-ық дүкеннің қаймағына 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Және де қантымызды саламыз. Тағы бір ерекше бір құпиясы, 1-2 ас қасық манна крупа саламыз. Міне осы ингредиенттерімізді венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Барлық керекті заттарды төменгі описание бөліміне қалдыратын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Мінекей, венчиктің көмегімен осылай жақсылап бір кесе қою масса болғанға дейін араластырып аламыз. Дәмі өте керемет болады, бір ерекше дәм. Шайға және де қонақтық дастархандарға таптырмас торттардың бірі. Енді 30 минут тұнған қамырымызды алып, осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Міне қолымыз бір бөлігін шетіне бортик шығаруға алып қаламыз. Мінекей осылай қолымыздың көмегімен жақсылап жайып шығамыз. Менде кольцо 24 сантиметрлік кольцо, 36 диаметрлікке де істеуге болады. Одан үлкейтіп жібермеңіздер. Осылай тестамызды қолдың көмегімен жақсылап басып шығатын боламыз. Ешқандай шаншқымен шаншудың да қажеті жоқ. Қамырымыз ісініп кетпейді. Мінекей, енді қолдың көмегімен дәл осы жерде қамырымыздың шеттерін, бортиктарын кішкене ғана шығарып алатын боламыз. Содан соң қайтадан астын басып, жаңағы ашылған жерлерді қолдың көмегімен жақсылап қайтадан жауып шығатын боламыз. Өте керемет торт, ауызда ериді, бір жасағаннан шығатын дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менің видеом ұнап жатса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, енді қалған қамырдың бөліктерін алып, қолымызбен бортиктерін шығаратын боламыз. Асықпай әдемелеп істеңіздер. Бұл бортик бізде начинкамыздың ағып кетпеуіне жағдай жасайды. Сіздер кәдімгі формаға салсаңыздар да болады. Менде форма болмағандықтан осында кольцоға салдым. Неге енді шетіндегі жиектерін жақсылап істеп шығатын боламыз. Енді осында бокалдың көмегімен жиектерін тегістеп басып шығамыз. Бір тегіс әдемі болу үшін. Егер домалақ стакан болса, бір тегіс домалақ стакан болса, сонымен айналдырып жүруге де болады. Менде ондай домалақ болмағандықтан, кружкасы бар болғандықтан мен осылай басып шықтым. Ал егер сіздерде домалақ бокал бар болса, онда толығымен дөңгелетіп жүріп шығуға болады кольцоның бойымен.
өте желімтал торттардың бірі. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мінекей. Енді пышақтың немесе шанышқының көмегімен жақсылап осылай бортиктерді тегістеп шығатын боламыз. Ол біздің тортымыздың әдемі көрінуі үшін қажет. Неге асықпай осылай шетіндегі бортиктарын туырлап шығамыз. Енді жиектерін тегістеп болғаннан кейін дайындап қойған начинкамызды құятын боламыз. Және де дәл осы кезде қамырымызды жайып жатқан кезде пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 170-180 градуста 15-20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пештеріңіздің қызуына қарай. Одан көп ұстап қоймаңыздар, ұстап қоймауға тырысыңыздар, себебі ішіндегі начинкамызда пісіп кетуі мүмкін. Мінекей өте дәмді болып шығады. 170-180 градуста 15-20 минут пісіріп алатын боламыз. Барлық керек заттарды описание бөліміне қалдырдым. Егер сіздерде жемістер болса, жемістерді де дәл осы кезде қосып жіберуге болады. Немесе осылай шоколадтың көмегімен кішкене ғана нәзік қылып, дәл осылай әрлеп қоюға болады. Кондитерский мешокқа шоколадымызды қосып, міне. Байқасаңыздар, өте нәзік әрі үлкен болып, арасындағы начинкасы көтерілген. Дәміне енді сөз жоқ, айта алмаймын. Дәмі өте керемет болып шығады. Мінекей. Әрі воздушный бір жеген кезде де ерекше болып тұрады. Өте дәмді пирог. Жасап көруге кеңес беремін. Ерекше бір воздушный болып тұрады. Егер видео ұнаса, қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.